Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгінгі видео түс жору жайлы болады. Өткен бір видеомызда түсіңізде қайтыс болған анамызды көрсек қалай жоримыз деген видео жасаған болатынбыз. Сол видео баршаларыңызға ұнапты. Егер көрмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, видеоларымызды көріп шығыңыздар. Әрине, аналарымыздың орны ерекше ғой бұл өмірде. Өмірден өткен аналарымыздың жандары жәннаттан болсын. Алла тағала екі дүниенің абыройын берсін. Түс жорушы ғалымдар түсіңізде анаңызды көрсеңіз, жақсылыққа жору керек екендігін айтып өткен. Ал енді нақтырақ тоқталайық. Егер сіз түсіңізде анаңызды көрсеңіз, жұмысыңыз алға жүріп, мол табыс табатындығыңыздың белгісі. Ал егер анаңызбен сөйлесіп тұрсаңыз, жақсы хабардың келетіндігін білдіреді. Егер түсіңізде анаңыздың сізді шақырып тұрғанын көрсеңіз, ата-аналық міндетіңізді дұрыс орындасын деп сізге кеңес беруде. Сондықтан да балаларыңызға көп көңіл бөліңіз. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша, егер түсіңізде анаңызды көрсеңіз, басыңыздағы қайғыңыздан арылатындығыңыздың белгісі деген. Егер түсіңізде анаңызды сүйсеңіз, сіз бір жақсы амал жасап, Аллаға жақындағаныңызды білдіреді. Жағдайы нашар адам түсінде өмірден өткен анасын көрсе, жағдайының жақсаратындығын білдіреді. Бірақ та Аллаға ұнамсыз нәрселер жасап, маңдайыңызға жазылған рызық несібеден айырылып қалмаңыз. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың сыртынан бақылап тұрсаңыз, сіздің бақытты екеніңізді білдіреді. Егер анаңыз түсіңізде үйіңізге келсе, үйіңіз берекелі болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде анаңыздың сізге хабарласқанын көрсеңіз, сіздің жасап жүрген бір жаман ісіңіздің ешкімге ұнамай жүргендігін білдіреді. Сол себепті ол істен аулақ болыңыз. Түсіңізде анаңыздың жылап тұрғанын көрсеңіз, анаңыздың қарызы бар екендігінің белгісі. Сол себепті анаңыздың қарызын өтеп беріңіз. Ал егер қарызы болмаса, немесе білмесеңіз, анаңыздың атынан шамаңыз келгенше көбірек садақа беріңіз және көбірек дұға қылыңыз. Егер түсіңізде анаңызды сізге келіп ашуланып тұрғанын көрсеңіз, сіз бір адамды ренжітіп қойғаныңызды білдіреді. Сол себепті сол адамнан кешірім сұрағаныңыз дұрыс болады. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың тірі жүргенін көрсеңіз, бір жақсылық болатындығының белгісі. Түсіңізде қайтыс болған анаңыз үйге келіп күлімсіреп тұрса, үйіңіз бен балаларыңызға береке келетіндігінің белгісі. Түсіңізде қайтыс болған анаңыз сізді құшақтаса, жасыңыздың ұзақ болатындығына ишара. Тұрмысқа шыққан әйел түсінде қайтыс болған анасын көрсе, күйеуінің оған қарым-қатынасы жақсы екендігін және әйел бақытты екендігін білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың ауырып жатқанын көрсеңіз, сіздің отбасыңызда қиыншылықтар болып жатқандығын білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың жылап жатқанын көрсеңіз, сізге бір қиыншылық келетіндігінің белгісі. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың сізді қайтадан дүниеге әкеліп жатқанын көрсеңіз, жақсылықтың белгісі. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың қайғырып жүргенін көрсеңіз, ол біреуге қарыз екендігін және сол қарызды төлесін дегенді білдіреді. Ал егер қарызы болмаса, дұғаңызға мұқтаж екендігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың қайғырып жүргенін көрсеңіз, анаңызды қатты ойлағаннан сізге сондай жағдайда түсіңізге кіруі мүмкін. Түсіңізде анаңыздың сізбен сөйлесіп жатқанын көрсеңіз, жақсы хабар келетіндігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың бір адамның үйінде қонақта отырғанын көрсеңіз, сізге береке келетіндігінің белгісі. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де подписаться бөлін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.